Сәлем достар, Батырғали Динара YouTube каналына қош келдіңіздер. Сіздерге уәде берілгендегідей өзім лайфхагымен бөлісетін боламын. Сіздер міндетті түрде осыны білу керексіз. Сол кезде сіздің жұмысыңыз оңай және қиналмай өтетін болады. Егер мысалға қиған уақытта міндетті түрде осылай зажим қойып қоясыз бір жағынан, екінші жағынан пальчигіңізбен қысыңқырап ұстап тұрасыз да бірдей қылып тура линия бойынша 3 штугін бірге қиып шығасыз. 3 штуктан көп болса енді қаттылау болып кетеді. Қағазыңыз міндетті түрде 200 грамм плотность болу керек. Ол не себепті десеңіз, қазір оны айтатын боламын. Осылай міне қиып шығасыз. 200 грамм қағаз неге десеңіз, мысалға 200-ден жоғары болса, сіз майыстырған кезде міндетті түрде биговать ету керексіз. Не пишущий ручкамен сыртынан сызу керексіз. Сызбайтындар бар шығар, білмеймін, мен бірақ 100 штугін солай сызып өтетін басында. Аккуратно майысу үшін. Ал 200 грамм болса, сіз просто майыстыра сала аласыз. Енді упаковка. Упаковканы әрине әдемі керемет болғанын қалайды әрбір адам. Бірақ ол себестоимостьті көбейтеді. Сол себепті мен просто осындай пакеттің бір упаковкасын сатып аламын да, соның ішіне салып беремін. Жеп-жеңіл, бір-бірін майыстырмайды, бәрі нормально клиентке жетеді. Егер лайфхак сізге полезны болса, комментарийге плюс тастап кетіңіз. Мен тағы да өзімнің білетін заттарымды, лайфхактарымды сіздерге снимать ететін боламын.